сіздермен құрметті оқушылар, мен Алматы облысы Ақсу ауданы Ойдоған ауылы Ілияс Жансүгіров атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тарих, қоғамдық білім және құқық пәндерінің мұғалімі Хасенова Бурангүл Ментаевна. Бүгінгі сабақ 5 сынып Қазақстан тарихы пәні. Сабақтың тақырыбы сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі. Оқу мақсаты сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылығының ерекшеліктерін түсіндіру, бағалау критерийлері, сарматтардың қоғамдық құрылысын біледі, әскери демократия мағынасын ажырата алады, сарматтардың малшылықтан басқа тағы немен айналысқанын әңгімелеп бере алады. Олай болса, өткен сабақ бойынша еске түсірейік. Өткенде сарматтар туралы біз сарматтар деген кімдер, сарматтардың орналасқан жері, сарматтар туралы деректермен танысқанбыз. Еске түсірейік. Сармат деген жұрттың аты көне дәуір авторларының еңбектерінде біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдан бастап кездеседі. Біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырда оларды савраматтар деп те атаған. Олар Арал, Каспий аралығын мекендеген. Сарматтар скиф тілінде жақын тілде сөйлеген. Дах, Массагет, Исидулдармен туыстас келеді. Саврамат жөнінде көптеген деректер. Олардың ішінде Грек, Рим тарихшылары Зиадор, Үлкен Пленей, Полибий жазып кеткен екен. Алдымыздағы картаға қарайтын болсақ, сарматтар Каспий теңізінің жанында орналасқан екен. Каспий теңізі сол кезде Геркан теңізі деп аталған. Соған байланысты Каспийлерді кейбірде Герканилер деп те атаған екен. Сарматтардың қоғамдық құрылымы. Сарматтардың әлеуметтік теңсіздік болғандығын археологиялық ескерткіштер дәлелдейді. Сарматтар қоғамындағы әскери демократия басқа көшпенділіктерден өзгеше болған. Сарматтардың әйелдері де жасақ құрамында кірген. Оған олардың қабірінен қару-жарақтан көп табылуы дәлел екен. Алғашқы қауымдық құрылыс ыдырап, мүлік теңсіздігі шықты. Сөйтіп сарматтар әскери демократиялық елге айналды. Сармат қоғамында әскери демократия әйелдерге де, ерлерге де бірдей қатысты болған. Сарматтардың әйелдерінің қоғамдағы рөлі орны басқа көшпелі тайпаларға қарағанда жоғары тұрды. Сонымен әскери демократия. Әскери демократия дегеніміз алғашқы қауымдық құрылыстан мемлекеттік құрылымға өтер кезеңдегі билік түрі. Сармат қоғамында әскери демократияның белгілері: әскери көсем, ақсақалдар кеңесі, халық жиналысы. Құрметті оқушылар, сызбаға қараңдар. Әскери демократия анықтамасы мен оның белгілеріне назар аударайық. Сармат қоғамы әскери демократия негізінде қалыптасқан. Олар ішкі сыртқы мәселелерді әскербасылар шешті. Олар бүкіл қауым мүшелерімен ақылдаспай, тек әскери жасақ қатарындағы адамдармен санасқан. Сармат әскерлерінің негізгі бөлігін садақшылар құрады. Мұны жасы, жынысына жіктемей, барлық сармат қабірлерінен кездестіріп, ондағы қорамсақ қалдықтарын байқауға болады екен. Алдымыздағы суретте садақшыларды және найза ұстаған атты әскерлерді көріп отырмыз. Сармат әскерінің халық жасағы жеңіл қаруланған салт аттылар болған. Қатарында әйелдер де бар. Садақшылардан жасақталған ерекше жасақ құрылған. Әскердің екінші бөлігі садақпен қоса найза, қылыш, айбалтамен қаруланған. Салт атты садақшылар ұрысқа алдымен кіріп, жауға жебе оғын қардай боратқан. Сармат әйелдері ерлермен бірдей киініп, аңға шықты. Қару-жарақ асынып, соғысқа да қатысқан. Ерте грек тарихшысы Геродоттың жазуынша сармат қыздары жауын өлтірмей күйеуге шықпаған екен. Сарматтардың шаруашылығы. Сарматтар негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Жылқының тебіндеуге үйренген түрі.
жорықтағы мінетін қазанаттар өсірілді. Батыс сарматтар отырықшылық салтқа көшті. Еділ бойын, Қара теңіз жағалауын мекендеген көп бөлігінің шаруашылығында малшылықпен қатар егіншілікпен де орын алған екен. Сарматтардың өмірінде аңшылық үлкен рөл атқарды. Онда қызықтау, сейіл құру қызметі де атқарылды. Олар киік, қара құйрық, қоян, түлкі және әртүрлі құстарды да аулаған екен. Оларды садақпен атты ит қосып, ұрыға жығып ұстады. Сарматтар өмірінде аңшылық үлкен рөл атқарды. Зергерлік өнер жоғары дамыды. Аңдық стиль бұйымдары, сарматтардың қыш ыдыстары, қола және мыс ыдыстары табылған екен. Қалай ойлайсыңдар? Сарматтар неліктен осы малды өсірді? Дұрыс айтасыңдар. Жылқы, мініс көлігі, жүк көлігі, ет пен сүті пайдалы болды. Қой, ет, сүт, жүн, түйе, жүк көлігі, еті, сүті, жүні, сиыр, ет, сүт және де өгіздерді сарматтар жүк көлігі ретінде пайдаланған екен. Сабағымызды қорытындылайық. Алдымызда балама тест сұрақтары тұр. Онда «я» немесе «жоқ» деп жауап беру қажет. Сонымен, Геркан сармат дәуіріндегі Каспий теңізінің атауы. «Я» не «жоқ». Каспий жағалауында өмір сүрген сармат тайпасы исидондар деп аталған. «Я» немесе «жоқ». Сармат атауы көне дәуір авторларының еңбектерінде біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырдан бастап кездеседі. «Я» немесе «жоқ». Сарматтардың қоғамдық басқару құрылымы әскери демократия деп аталады. «Я» немесе «жоқ». Біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 5-ші ғасырда сармат тайпаларының өмір сүру мерзімі. «Я» немесе «жоқ». Сарматтар скиф тіліне жақын тілде сөйлеген. «Я», «жоқ». Қауымдағы ерлер мен әйелдер тең саналған. «Я» немесе «жоқ». Сарматтардың негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы болған. «Я» немесе «жоқ». Сарматтардың малшылықпен қатар егіншілікті де игере алған. «Я» немесе «жоқ». Өзімізді тексеріп көрейік. Балама тест жауаптары. Геркан сармат дәуіріндегі Каспий теңізінің атауы. «Я». Каспий жағалауында өмір сүрген сармат тайпасы исидондар деп атаған. «Жоқ». Сармат атауы көне дәуір авторларының еңбектерінде біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырдан бастап кездеседі. «Жоқ». Сарматтардың қоғамдық басқару құрылымы әскери демократия деп аталған. «Я». Біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр, біздің заманымыздың 5-ші ғасырында сармат тайпаларының өмір сүру мерзімі болған. «Я». Сарматтар скиф тілінде жақын тілде сөйлескен. «Я». Қауымдағы ерлер мен әйелдер тең саналған. «Я». Сарматтардың негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы. «Я». Сарматтардың малшылықпен қатар егіншілікті де игере алған. «Я». Сонымен, барлықтарыңыз дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Олай болса, рефлексия жасайық сабақ бойынша. Ол ойлаудың 3 гүлі деп аталады екен. Менің бүгін білгенім, мені қызықтырғаны, мен әлі де білгім келеді, сауалдарына жауап берейік. Құрметті оқушылар, үйге тапсырма сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылығын оқуға. Олай болса, сау болыңыздар.